Қазақтелеком акционерлік қоғамының филиалы Алматы Телекомның Мегалайн қызметі бойынша интернет желісін пайдаланушылар саны 162 мың адамға жетті. Сол сияқты IDTV интерактивтік теледидар мен ID фон телефон қызметін пайдаланушылар саны артып келеді. Бүгін жетекші байланыс операторларының қалалық бөлімшесі интерактивті қызмет түрлерін тұтынатын бірнеше алматылықты шақырып, сыйлықтар табыс етті. Сондай-ақ компанияның жаңа технологиялық мүмкіндіктерімен таныстырды. Қазақтелеком акционерлік қоғамы ілгеріде ID Center қызметтерді көрсету залында ID-ге кір атты акция өткізген болатын. Содан бері алматылық тұтынушылар арасында ID фон, Мегалайн, IDTV сияқты үштік қызметке қосылуға өтініштер көбейді. Бүгінгі күні тек Мегалайн кең жолақты интернет желісінің пайдаланушылар саны 162 мың адамға жеткен. Ал заманауи IDTV интерактивтік теледидарына қосушылар тек Алматы қаласында 7 мың адамға жетіп отыр. 2009 жылдың 16 қараша айынан біз Алматы Телеком жаңа қызмет енгіздік. Ол цифрлық интерактив теледидар IDNet брендімен. Содан бастап біз 7 мыңнан артық абонент осы қызметке қосылған. Бүгін Мегалайн сауда маркасымен интернетке кең жолақты қатынау қызметінің 158 мыңнан бастап 162 мыңға дейінгі абоненттері Алматы Телекомның ID орталығына қонаққа келді. Телекоммуникация мамандары тұтынушыларды арнайы дипломдармен марапаттап, құнды сыйлықтар тапсырды. Бүгін сыйлыққа ие болған қала тұрғындарының барлығы Мегалайнның белсенді тұтынушылары. Мен үшін бұл қызмет түрлері өте тиімді. Балам Мәскеуде оқиды, сондықтан күнделікті оның қал жағдайын біліп отыру үшін сапалы телефон қызметі керек. Ал шешеміз Ташкентте тұрады. Қызым мен жұбайым күнделікті жылдам әрі арзан ғаламтор желісін пайдаланып отырады. Сондықтан біз Алматы Телекомды таңдадық. Жақында Қазақтелеком акционерлік қоғамы барлық пайдаланушылар үшін ID фон қызметінің тарифтерін төмендеткенін хабарлады. Қазақстандағы ұялы операторлар желісіне қоңырау шалу тарифтері 34%-ға дейін төмендеген. Қазақстан абоненттері үшін алыс шетелдерге телефон шалу орташа есеппен алғанда 30%-ға дейін арзандады. Ал IDTV республикада 2 жылдан бері қолданылып келеді. Қазақтелеком мамандары олардың саны алдағы уақытта артады деп болжап отыр. Ришат Асқарбекұлы, Игорь Волох, Астана телеарнасы, Алматыдан.